Арма қымбатты көрермен, эфирде Ұлы Даланың Жеті Қыры бағдарламасы. Еліміздің тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің Ұлы Даланың Жеті Қыры мақаласында ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін қазақ тарихынан терең зерттеу мақсатында АРХИВ-2025 бағдарламасын қабылдау қажеттігін атап өтті. Біз бүгін осы жайында сөз қозғаймыз. Ендеше студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Орталық мемлекеттік архиві директорының орынбасары Мәрзия Ғаниқызы Жылысбаева бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз, Мәрзия ханым. Міне, Ұлы Даланың Жеті Қыры болашаққа бағдар рухани жаңғырудың жалғасы ғой. Бұл мақала жарияланғалы біздің мәдениетте руханиятымызда тың серпіліс, өзгеше бір реңк пайда болған секілді, әрине оң бағытта. Сондықтан елбасымыз осы мақалада АРХИВ-2025-ке қатысты негізгі тапсырмасын берді. Сол мақалада осы жоба қабылданғанға дейін мәдени мұра бағдарламасы жұмыс істеген атап өтті. Осы жобаның соңы немен аяқталды, немен нүктесі қойылды? Әңгімемізді осыдан бастасақ. Рахмет. Біз енді архив саласы тәуелсіздік алғаннан бері үлкен бағдарламаларымен мемлекеттік жұмыс жасай бастады. Оның ішінде ең бірінші ол кезде архив атау мұрағат деп аталды. Мұрағат ісін дамыту бағдарламасы болды. Осының негізінде мәдени мұра елбасының өзінің қолымен бекітілген бағдарлама болатын мәдени мұра. Осы мәдени мұра бағдарламасы бірінші келген кезде бұл архив саласындағы үлкен бір бетбұрыс болды десек те болады. Себебі 70 жыл бойы жағып жатқан архив құжаттарының барлығы тіріліп, тәуелсіздігіміз алғаннан бері ірі қазақтың тұлғаларының атаулары аталып, ата-бабасын зерттейтін, қазақтың тарихын зерделейтін үлкен бір дүрбелең оқиға болды. Осының негізінде мәдени мұра бағдарламасының негізінде көптеген шетелдерде танымай, сонымен қатар өзіміздің ата-бабаларымыздың өмір сүріп жатқанын білдік. Қазақ халқына, тарихына қатысты тың дүниелерді әкеліп зерделей бастадық. Және де осының негізінде архивтегі көптеген жабық қорларымыз да ашылып, жаңағыдай құпиясыздандыру жұмыстары да жүргізіле бастады. Онымен қатар біз Ресей, сонымен қатар Египет Араб Республикасы мен Белоруссия және Польша мемлекеттерімен жұмыс жасай отырып, көптеген тың қазақ халқына қатысты құжаттарды алып келдік. Оның көшірмелер қай мемлекет болсын түпнұсқа түрінде бермейді. Әрине, бұл көбінесе архивтік көшірмелер негізінде жүзеге асырылды. Енді тағы айтып кететін біздің ірі тұлғаларымыз болды. Бұл енді 70 жыл бойы ол азаматтардың аты аталмай кетті. Соның бірі мемлекет қоғам қайраткері, бізге танымал Мұстафа Шоқайдың құжаттары Франциядағы Жаңа Сорбонна университет аралық кітапханасынан ол кісінің жеке құжаттары осы Қазақстанның белгілі азаматтарының арқасында елге жеткізіле бастады. Енді және де сонымен қатар 2010 жылы Түркиядағы ол кісіні білесіздер, Яш Түркістан, Ен Түркістан деген журналдарын шығарған болатын. Осы құжаттарды Түрксойдың жаңағы басқарып отырған Қасейінов азаматтардың арқасында елімізге біраз хаттары жеткізілді. Хаттары 20 шақты. Ал енді Ен Түркістан, Яш Түркістан бұл жаңағы осы сол кездегі танымал азаматтарымыз осы архивке жеткізуге көмек жасаған болатын. Қазіргіде ол танымал ол азаматтар. Сөзіңізді бөле кетейін. Елбасымыз аталмыш мақаласында ата-бабаларымыздың өмірі, жалпы Ұлы Даланың жеткен өркениеті туралы жазба деректер әлі күнге ғылыми айналымда жоқтығын айтты. Одан кейін шетелдік, отандық ғалымдар бірлесе отырып, шетелдегі мұраларымызды қайтару үшін көптеген жұмыс жүргізу керектігінде айтқан болатын. Енді қазақстандық сіздер бастаған архив мамандары шетелмен байланысты арттыра түсті. Осы жөнінде айтып беріңізші. Кімдермен, қай елмен жұмыс істеп Біз енді архив саласы Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігіне қараймыз. Әрине, орталық мемлекеттік архивті осы біздің министрлікке қарасты жұмыс жасайды. Әрине, жоғарғы деңгейден төменгі деңгейінгі аралықта ынтымақтастық ретінде келісім шарттар
осының меморандумдар арқылы шетелдік архивтермен архив кітапханалармен жұмыс жасауға дәрежесіне жетіп отырды. Әрине бұл тәуелсіздік алғаннан бергі тұстан бері өте оңай шаруа болған жоқ. Себебі ойлаңыздар, 70 жыл бойы ондай мәселеге сыртпен байланыс жасамаған мекемелерге рұқсат беріліп, бірден ірі мемлекеттермен жұмыс жасау және де сол жақтағы сақталып жатқан құнды құжаттардың көшірмелерін алу мәселесін өзара шешуде де біраз біздің осы архив саласындағы мамандарда алдындағы үлкен буын жұмыс жасады. Енді айта кететін болсақ, ол кісілерді Хасанаев Марат Жақсыбайұлы, Растахали Насариева дейміз, Венера Айтбаевна, Баймағамбетова, Ләззат Сүлеймен Ақтаева, Данияр Сержанов Мұқатаев дейміз. Қазіргі біздің басшымыз бұл біздегі Қарымсақов Арнұр Жасабекұлы. Осы азаматтардың барлығы әрине бірінші басшылар болғандықтан мұндай мәселемен айналысып отырады. Оны реттеп, жаңағы келісім шарттарды өзара шешу мәселесі. Бұл да үлкен жұмыстар. Себебі әр мемлекетпен жұмыс жасай отырып, жаңағы қорларды алып шығу, көшірмелерін әкелу. Сонымен қатар ешқандай да мемлекет оны ақысыз бере қоймайды. Өйткені сіздер білесіздер, барлық дүние жүзіндегі мынау архив халықаралық осы архивтер ынтымақтастығының өзінде де қарастырылған. Бұл ақылы түрде жүзеге асырылады. Келісім шарттар арқылы осындай мәселелері де бар. Қай мемлекеттермен байланыстырасыздар? Біз қазір үлкен жаңа Ресей мемлекеті, себебі сіздер білесіздер, қазақ халқының бұл орталық мемлекеттік архиві 16 ғасырдан бері қарайғы жаңағы орталығындағы бүкіл қазақ халқына қатысты тарихи қорларды, құжаттарды сақтап отыр. Енді ол мемлекетпен әлі де, Ресей мемлекетіндегі бүкіл архивтерде әлі де бар. Тек қана бұл архивтері ғана емес, олардың іргі жаңағы біз атап өтетін болсақ, Ресей географиялық қоғамы бар. Осы қоғамдарымен де жұмыс жасап жатырмыз. Кітапханалары бар. Ол жерден де алып келіп жатырмыз. Мысалы, біз биылғы жылға атап кететін болсақ, осы елбасының мақаласына сәйкес біздегі білім және ғылым министрлігіне қарасты институттар бар ғой. Оның ішінде Шығыстану Сүлейменов атындағы Шығыстану институты бар. Оның ішінде Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институты бар. Осы кісілердің ғалымдарымен бірге отырып, осы институттармен архив мамандары бірігіп, Ресейдің архивтеріндегі барлық, тек Москва, Петербург дейміз, жаңағы Астрахань дейміз, Омбы, Орынбор, Қазан, осы үлкен ірі қалаларындағы ірі архивтерде жұмыс жасап, біраз тың дүниелер алып келді. Қандай дүниелер ең маңызды? Енді маңызды дүниелерді біз айтатын болсақ, сіздерге бұл осы қазақ халқына қатысты біздің сол кездегі ірі билік жүйесіндегі хандық мәселелері, жүйелері бар. Сонымен қатар тың сол кездегі қандай жаңағы қазақ халқының шет мемлекеттермен қалай жұмыс жасады сол уақыттарда, және де қандай ірі тұлғаларымыздың қандай осы мемлекетке, осы мемлекетті сақтап қалуға, жерімізді, елімізді қандай жаңағы шаралар ұйымдастырды, осы жөніндегі тың мәліметтер. Одан кейін біздің осы қазақ халқына қатысты қандай тарихи еңбектер болды. Сол еңбектерінде біздің халық туралы қандай жазбалар қалдырылды. Осындай мәселелерді біз зерделеп қайттық. Қазір енді ол мәселелердің барлығы жаңа айтып жатырмыз, әкелген дүниелердің барлығын бірден қоя салынбайды. Оның барлығы ғылыми техникалық өңдеу жұмыстары деген болады. Міне ойдан ой туады. Енді Мәрзия ханым, мені де мына көрерменді де қызықтыратын бір сауалды қойғым келіп тұр. Жалпы архив сақтау режимі туралы айтып беріңізші. Мәселен, шетелден қазақ тарихына қатысты бір аса құнды ақпарат табылды делік. Оны әрі қарай қалай өңдейсіздер? Иә, ол алынып келген құжаттарды біріншіден саралаймыз, әрине. Жаңа ғалымдар бар, архив мамандары бар. Оны бірлесе отырып, ол құжаттардың құндылығына мән береміз. Біріншіден, ол құжаттардың барлығы, мысалы, Ресейде сақтаулы қандай қор, өзі әр қордың нөмірленеді ғой, қоры болады, оның тізбесі болады, оның жаңа ісі болады, оның парақтары болады. Қажетті дүниелерді алып келгеннен кейін осы дүниелерді бұзбай, біз өзіміздің ішімізден жаңа қор құрамыз. Ол қордың
мысалы коллекциялық қор болуы мүмкін. Сол қордың мысалы мәдени мұра кезінде біз өзіміз коллекциялық қор құрған болатынбыз. Сол қорды біз толықтырып отырдық. Ол жаңағыдай қайта өңделеді. Алып келген дүниелер, олар сарапталынып тізбеге ілінеді, электрондық нұсқада да болады, және қолжазба түрінде де, жазба түрінде де болады. Типографиялық дейміз, жаңағы басылым түрінде де осы дүниелердің бәрін реттей отырып, егер ол микрофильмдік жүйеде әкелінсе, микрофильмдегі әрбір құжаттардың аты жөні толықтай жазылып, өзінің Ресей мемлекетіндегі жаңа келісімшарттар негізінде рәсімделе отырып, өзіміздің қорға біріктіре отырып, осы дүниеде біз қайтадан тізімдемелер құрылады. Сөйтіп, үлкен қор құрылып, ол қордан кейін бізде оны жаңағы мемлекеттік тіркеуге алынады. Мемлекетке тіркеу дегеніміз, ол біздегі сараптама комиссиясында қараймыз. Кәдімгідей эксперттер қарайды. Соның негізінде жаңағы қорды біз құрып, бекітіп, мөрлеп, мемлекеттік тіркеуге алып нөмір беріледі. Бұл мәңгі бақи қазақ елінің үлкен құнды жаңа жәдігерлерінің қатарына енгізілді деген сөз. Осылайша біз барлық қазіргі азаматтардың қаражаты жағдайы бола бермейді, барлық шетелдерге барып ғылыми жұмыстарын жазу мәселесінде. Бұл негізгі мәселе, бұл жинақтау мәселесі. Бұл жаңағы қолжетілімділік, халыққа қолжетілімділікті жасау. Мысалы, ғалымдардың барлығы келіп ашық қормен, мысалы, Ресейден әкелінген тың құжаттармен жұмыс жасап жариялау, халыққа жариялау. Сонымен қатар өлкетанушылар да жұмыс жасайды бізде. Мынау студент магистранттарымыз, жас ғалымдар осы тың дүниелермен жұмыс жасай отырып, өздерінің ғылыми жаңағы жазбаларын жазады. Әрине, бірінші келген кезде қормен таныстырамыз, ресми хатпен қабылдаймыз азаматтарды. Соның негізінде біз ол кісілерге кеңестік көмек береміз. Қандай қорлардан қарау керек, тақырыбы бойынша, қалай зерделеу керек, ішкі ережелер болады, ережелерді қалай сақтау керек. Ол алып келген дүниелерді мәңгі бақиға қалдыру үшін әрине ол жағы да бізде қарастырылады. 100 жылдан 300 жылға дейін сақтау мәселесі де ол жағда қарастырылып қоймаларға өткізілгеннен кейін ол қорлар оқу залына қабылданған азаматтарды тек қана сұраныс өздерінің толтыратын бланкілер болады, сол негізде толтырыла отырып, сұраныстарын біз қанағаттандырамыз. Сол жерде істерін алып, сол жерде жұмыс жасайды. Ол іс бола ма, көшірме, электрондық форматта бола ма, осындай жақ қарастырылады. Ал мақалада аса бір назар аударатын тұсы, осы архив материалдарын цифрлық форматқа көшіру туралы да нұсқау берілді. Бұл архив маман ретінде айтыңызшы, бұл қаншалықты тиімді? Өйткені бұл былайша айтқанда тарихи жәдігерді цифрлық форматқа көшірудің де ұтымсыз тұсы бар сияқты, енді мен үшін. Сіз үшін қалай? Енді біз айта кетер едік, бұл жерде елбасының да көрегенділігі шығар, өйткені оның ішінде архив 2025 дегенде бұл кісі бағдарламаны жасау керектігін сол жерге бекітті, мақаласында айтып өтті. Ол жайлы да қазір біз жаңағы айтып жатырмыз, министрлігімізде де жұмыс жасалып, жаңағыдай қандай мақсаттар қалай жүзеге асырамыз, осы жөнінде жобалар дайындалып қойылды. Әрине, жаңа сіз айтып жатырсыз, электрондық жағы, ол жағы да қарастырылып жатыр. Бірыңғай электрондық жаңағы жүйеге барлық осы архивтерді салу, қолжетілімді болу деген сияқты ондай жұмыстар басқа мемлекеттерде негізінен жүргізіліп жатыр. Бірақ ерекше бұл бағдарлама бекітілсе, бұл ерекше жағдай, яғни мемлекеттің архивке, тарихқа, өзінің өткеніне оң көзбен қарау мәселесі. Әрине, мысалы үлкен кездесулер болады халықаралық деңгейде, республикалық, әсіресе халықаралық деңгейде көбінесе бізге қоятын сұрақтары елбасының осы бағдарламасын сіздерге беріпті, сол қалай болып жатыр, қалай бұл үлкен дүние ғой сіздер үшін деген сондай сұрақтарды жиі естиміз. Әрине, бізге бұл мақтаныш. Енді әрі қарай біз ол үшін электрондыққа көшу үшін әрине техникалық құрал жабдықтары дейміз, ол жағында қарастырып, әрине оғанда қаражат жағы да бар, өзіміздің бұрынғы жаңағы барымызбен де жасап жатқан дүниелеріміз де бар. Бұл да әлі мен айтайтын едім, бұл әрі қарай да жалғасатын бағдарлама болу тиіс, себебі бұл өзі мемлекеттің негізгі айнасы бірінші тарихы болады. Ол экономикасын көрсете отырып, әр жағында тарих тұру керек. Экономиканың алдында да сіз кім деген сұрақты қойған кезде, ол әрбір азамат өзінің тарихы арқылы өзінің ұлтын, халқын, жерін, елін таныстыра алады. Дұрыс айтасыз. Өте пайымды пікір.
шын мәнісінде сіздің сөзіңізден сондай бір осындай ұлы даланы мекендеген осындай терең тарихы бар мұраларды сақтап отырған архив мамандарының жанкешті сөзін естігендей болдым. Енді мені таңғалдыратыны осы сіздер әлемнің түкпір-түкпіріндегі архив материалдармен жұмыс істейсіздер. Ұлы дала туралы, қазақ елі туралы қай архивтерде қандай мұралар сақталған? Деректер мен дәйектер туралы айтып беріңізші. Иә, әсіресе жаңа біз айтып жатырмыз, Ресей мемлекетінде өте көп. Енді айта кету керек, ашық қор болады, және жабық қорлар да болады. Біз әзірше қазір ашық қорлармен жұмыс жасап жатырмыз ғой енді. Ол өйткені мемлекет аралығында шешілетін дүниелер, әр мемлекет өзінің саяси жағдайын ойлайды. Сол сияқты Ресейдегі құнды құжаттарымыздың біразын алып келіп жатсақ та әлі де бар. Енді екінші мемлекет бұл Қытай мемлекеті. Қытай мемлекетінде де көптеген біздің арғы түпкі тарихтарымызда сақталып отыр. Олармен де келісім шарт жүргізу мәселелер қарастырылып жатыр. Әрине үлкен басшылық тарапынан, министрлік тарапынан да жүргізіліп жатыр. Болашақта енді осындай тың дүниелер о жақтан да алып келініп, тағы да ашылады деген ойдамыз. Ол туралы жаңағы тіл мамандары ретінде көбінесе Шығыстану институты да жақсы жұмыс жасап жатыр. Архив саласы да бізде ол жақтан тың дүниелер алып келіп сақтауға алсақ деген біздің де өзіміздің жоспарларымыз бар. Екіншіден, бұл өзіміздің тікелей 15 бұрынғы кеңес одағындағы мынау Өзбекстан мемлекеті. Бұл мемлекетінде негізінен Жетісу, Сырдария өлкесіне қатысты құжаттардың барлығы осы мемлекет, Өзбекстан көрші біздің өзіміз бауырлас мемлекетімізде орналасқан. Әрине, бұл кісілерде де енді әртүрлі жағдайға байланысты біздің ғалымдарымызды осы архивке қол жетімділікке жеткізбей осындай мәселелерде болып жатты. Қазір де ол жағы да қарастырылуда. Сонымен қатар сіздер өздеріңіз білесіздер, Египет Араб Республикасында да бар, біздің одан да үлкен арғы тегіміздегі Әл-Фараби атамызға қатысты біраз құжаттарды бізде алып келдік. Әрине, оны өңдеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сонымен қатар, мысалы, Парсы дейміз, Иран мемлекеттерінен де қазір басқа біздің тіл мамандары жағынан көптеп алынып келініп жатыр. Енді дүниесінің барлығында ол кісілер туралы бар, себебі тағы айта кету керек. Кезінде біз енді Ресейдің отары болғанымыз рас, сол кездерде көптеген қолжазбалық дүниелердің көбісі біздегі мынау үлкен ірі мемлекет, Европалық, Англия, Франция, Германия, осы мемлекеттерде де бар. Әрине, ондай дүниелерді де біразын алып келді. Әрине, институттардың өз қолында отыр, бірақ ол болашақта осы архивке өткізілуі тиіс. Жақсы. Енді Мәрзия ханым, айтыңызшы, біздің мына ғылыми айналымға түспеген аса құнды архив мұраларын ғылыми айналымға түсіріп, қолжетімді жасау үшін не істеуіміз керек? Маман ретінде ұсыныстарыңыз бар ма? Қолжетімді ету мәселесі әрине бізде алынып келген құжаттардың бәріне қолжетімді. Біріншіден, ол ресми хатпен, оны жаңағы тақырыбы болу керек, оның хронологиясымен келген азаматтар жұмыс жасай алады ол құжаттардың бәрімен. Себебі алынып келген құжаттар бірден өңдеу жұмыстары жүргізіледі, ол бекітілгеннен кейін, мемлекеттік тіркеуге алынғаннан кейін, ол ғылыми айналымға енеді. Әрине, ондай жұмыстардың бары жүргізіп жатыр, ол оңай шаруа емес, ол айту оңай, ол үшін шетелдегі құжаттар қай тілде жазылды, сонымен қатар оның негізгі жаңағы ішкі мазмұны қалай деген сияқты осындай мәселелердің барлығы де әрине қолжетімді. Ол құжаттарды біз мысалы сайттар жұмыс істейді. Бізде мынау қазір Facebook желістері арқылы, сонымен қатар әлеуметтік желілер арқылы, сонымен қатар Instagram дейміз, ол жақта да біздің өзіміздің кәдімгідей парақшаларымыз бар. Осының негізінде де біз әртүрлі жаңағы жұмыстар жасап жатырмыз. Және де айта кету керек, бұл жерде архив саласы тек қана жинақтау ғана емес, сонымен қатар жариялау, сақтауды біз айттық. Жаңа жариялау мәселесінде де архив құжаттарының негізінде біз әртүрлі институттармен, ғылыми олармен де бірігіп, жаңағы әртүрлі мынау шағын және үлкен көлемдегі жинақтарды да дайындаймыз. Мысалы, архив құжаттарының негізіндегі бұрынды архив саласындағы, мысалы, Бөкей ордасы деген кітаптар шықты, сіздер білесіздер. Исатай Махамбет көтерілістер, Ұлы Отан соғысына қатысты мынау қазақ жаңағы Ұлы Отан соғысына қатысқан қазақ азаматтары жөнінде де біз үлкен фотоальбомдар шығардық. Осының барлығы әрине қолданыста, мысалы, оның барлығы кітапханаларға да таратылады. Себебі
біздің халқымызда алыс түкпірлердегі ауылдағы азаматтар да білу керек қандай дүниелеріміз бар, өткен тарихымыз қалай еді. Әрине қазір енді ата бабасын дәріптейтін 70 жылдан кейін жабық жатқаннан кейін мақтанышпен айтып, енді сондай ұлықтап жіберетін азаматтар да болады. Енді ол біз ол кісілерге де түсіндіріп айтып отырамыз келгенде. Олай айтылады, бірақ сол заманға қарай барлық азаматтар қызмет жасады ғой. Мысалы, бұрынғы біз 70 жыл бойы өткен тарихымыз бір күңгірт дүние, немесе бір баяғы заманда өтіп кеткен дүние сияқты, аңыз сияқты қарайтынбыз. Ал қазір құжаттардың түпнұсқасы бар, көшірмесі бар, қарай отырып, біздің ұрпақ онымен жұмыс жасай алады. Қазір енді біріккен электрондық жүйе құрылып жатса, біз министрлікте ондай бағдарламалар да дайындалып жатыр. Онда да қолжетімділіктер бола бастайды. Енді келіп, архивке келіп жұмыс жасаймын дейтін азаматтар болса, әрине бізде оның барлығын қарастырылған. Архивке келіп, кәдімгідей біздің өлкетанушылар бар да, әр жаңағы өңірлерден келетін. Ол азаматтармен кәдімгідей архивке келіп, оқу залында жұмыс жасай алады, бәріне рұқсат беріледі. Мен түсінгенім, егерде зерттеуші өзінің зерттеу тақырыбына, нысанына байланысты қажетті ақпаратты шетелден алу керек болса, онда сіздің орталық архивпен жұмыс істейтін болса, ол тиімді және оңай алуға мүмкіндігі бар ғой? Мүмкіндігі бар. Біз енді жаңа ғалымдар шет жаққа бармас бұрын, бірінші осы архивтегі біздегі барлық қорлармен танысып шығады. Себебі ол қайталанбау керек. Әрине архив саласында қайталану деген болмайды мүлдем. Себебі мысалы бір хат болатын болса, ол қай деңгейде жазылды. Ол мысалы жаңағы ол кездегі болыстық деңгейде болуы мүмкін. Ол болуы мүмкін жаңағы бізде облыстық басқармалық революцияға дейінгі облыстық басқармалар жұмыс істеді ғой, сол деңгейде болуы. Немесе генерал-губернаторлардың жаңағы бір-біріне жазысу. Сондықтан оның бәрі тың дүние. Бірақ біздің архив жүйесін қарай отырып, сол негізде ғалымдар да жұмыс жасайды шет жақта. Біз қандай осы мәдени мұрамыз бар, тәуелсіздік алғаннан бері не құжаттар жинақтадық, соны саралап, зерделеп, содан кейін барып ол кісілер тың дүниелерді қарауға, жаңағы тың, сонымен қатар қолда бар дүниені осы елімізде қарай алады ғой біздің архивтерде. Содан тың дүниелерді әрі қарай қарау үшін өздерінің мақсатын қарастырып, сол жөнінде жұмыс жасайды. Демек, мақсат айқын, сондықтан біз бір бағдарлама көлемінде әрине архивтің бүге-шүгесін түгел ақтару мүмкін емес. Ең бастысы архив саласында ең өзекті сұрақтарға жауап алдық деп есептеймін. Мәрзия ханым, тек шығармашылық табыс тілеймін. Ел игілігі үшін атқарып жатқан қызметіңіз тек жемісті болғай. Қымбатты көрермен, бүгінгі бағдарламамызды осымен аяқтаймыз. Ең бастысы есімізде мықтап ұстайтыны рухани әлемімізді жаңғыртатын да, байытатын да ауызша сөзіміз емес, хатқа түскен дерек пен дәйек. Сондықтан архив 2025 ол біздің өткеніміз, болашағымыз және бүгініміз. Көріскенше күн жақсы.